Не дедіңіз, маған айтыңызшы. Я практикантка. Сіз қай мемлекеттен келдіңіз мұнда? Ресей Федерациясына ба? Жоқ. Аха, онда қай тілде жауап беру керек? Но қай тілде жазылып тұр? Я практикантка, я не знаю, что здесь как-то делают. Айналайын, а сіз осы мемлекеттің тілін қандай екенін білмейсіз, иә? Я учу казахский. Айналайын, а қалай сіз мұнда келіп практика өтіп жатсыз, егер сіз мемлекеттік мекемеге мемлекеттік тілді білмесеңіз, айтыңызшы маған. Мінекей, бізде Бағлан Кімеда Серікбаева осындай масқараларды алады. Қазақ тілін болдырмау жолда. Мінекей, осылай қойып қояды. Алып тастайсыз мүмкін өзіңіз. Андағы заңсыз. Енді жаңа мен видеомды жазып атқанда, сіз неге маған орысша айттыңыз? Мен видеомды қосып атқанда, сіз маған орысша айттыңыз. Проходите сюда деп. Неге? Мен сізбен сөйлескен жоқпын. Жоқ, сіз кім маған айтты, проходите сюда деп? Жаңа кім маған айтты? Екеулеріңіз, біреулеріңіз, бөлім бастығы кім мұнда? Сіз бастыңыз. Жаңа айттыңыз ғой, сіз маған келдіңіз деп, сіз айттыңыз ғой, Жоқ, мен сізге олай айтқан жоқпын. Проходите сюда деп айтқан жоқсыз. Мінекей өте қызық, бөлім басшысы мінекей мына кісі. Жаңа маған осы екі адамның біреуі айтты. Проходите сюда, мен ойлап тұрмын бөлім басшысы деп, мен енді ойлап тұрмын өтірік айтып тұр деп. Өйткені маған айтады, проходите сюда. Мен видеоны қосқаннан кейін мұнда келіңіз деп. Неге көрдіңіз, танысыңыздар. Серікбаева қол астына осындай адамдарды жинап алған бізде. Кірістер басқармасы бұл. Павлодар қаласы мемлекеттік кірістерде істемейміз. Біз Павлодар аудандікіміз. Жақсы, Павлодар аудандікі болыңыз, Сайтандікі болыңыз. Павлодар аудандікі Ресей Федерациясының губерниясына жатады, әлде қалай? Жоқ, неге? Мен сізбен қазақ тілінде сөйлеп тұрмын ғой. Жоқ, сіз мен қазақша сөйлеп тұрсыз. Бірақ та мен жаңа мына видеоны қосып жатқанда, сіз маған орысша айттыңыз. Мен сізге айтқан жоқ. Павлодар ауданы кім басшысы? Сіз айттыңыз ба? Адам дұрыс тілде сөйлеңіздер, жақсы ма? Мен тек қана кіргем заңгерлер қайда отырады деп. Енді сіздердің Павлодар ауданының кірістер басқармасының басшысы қайда отырады? 302 кабинетте отырады. Жақсы. Өзінде ме жоқ па? Барайық. Осындай масқара бізде.